Түркістан облыс болғалы құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Қаланың бір жағы жақсарып жатса, бір жағына әлі де үлгермей жатыр. Ал бір жағына мемлекеттен қаражат бөлінгенімен мердігер фирмалар қолыңнан келсе қонышыңнан басып қал деп қолға түскен тегін дүниені сатып әлек. Біздің редакциямызға келіп түскен мына видеоға назар салайық. Бір қоба жолдың цементі төгілді, міне 530 ба деген. Қанша болып отыр, брат? Бітті болды, братан. Қаншаға бердің? 25-ті. Қаншаға бердің? 25-ті. Міне 25-ке асфальтты беріп отыр мыналар. Өтірік айтамыз. Міне 25-ке асфальтты беріп отыр мыналар. Өтірік айтамыз. Қала әкімі Рашид Абатұлына осы канал арқылы бірнеше заңсыздықтарды жолдаған болатынбыз. Алайда көрілген шара болмады. Ал мына бейнеден кейін кінәлілер өз жазасын алып, мердігер фирма шеттетіледі деген ойдамыз.